Мынау бір ғасырдан астам шежіресі бар, тарихы бар, керемет келі келсап. Бұл келі мен келсапқа не түйетінін білетін шығарсыздар. Наурыз тойы кезінде мінекей бидайды уыстап саламыз. Дүркіретіп мынандай апалар бидайды түйеді. 7 түрлі дақылменен наурыз көжені біз бір күн бұрын дайындаймыз. Ал енді мінекей ақжаулықты аналар дәнді дақылды қасиетін, оның кейінгі ұрпаққа не беретінін біз жақсы білейік, үйретейік. Наурыз көжені 7 түрлі дақылмен жасап, ақты мол ғып салып, бірінші талдың түбіне қиямыз. Ақ мол болсын, бізден кейінгі ұрпағымыздың қарны тоқ болсын деп 7 түрлі дәннен араластырып наурыз көже жасадық. Мына наурыз көжеден ауыз тисеңіздер болады. Айналайын ақпейіл әжелерім, ұмытпаған салт дәстүр кәделерін, домалы ханамыздай дана болып, дәстүріңді ұрпағыңа бере бергім дегім келеді. Кейінгі ұрпақ біздің тек жақсы қасиеттерімізді алып, осындай біздің қазақтың маңдайына біткен 3 бидің құдіреті, қасиеті, данышпандығы, барлығы біздің ұрпағымызға бойына сіңірсін дегім келеді. Біздің мынау сыныбымыздың аты Әйтеке би екен. Төле би, Әйтеке би үшеуі бір өмірде, бір дәуірде өмір сүріп, кейінгі ұрпаққа 3 би атанып кеткен. Төле бидің кішкентай ғана кезінен бастап шешендігі, өрлігі, ерлігі біздің әрбір қазақтың жүрегінде десем болады. Оның бір ғана қасиеті, қасындағы нөкерлерін шақырып алып, айналайын, мына бір шыбықты маған бере тұр деген кезде алақанын ұстап тұрып 2 бөлген екен. Сонда қалай, оңай сынды ма десе, оңай сынды депті. Ал енді осы 10 шыбықты қатар қойып, енді сындыршы деген кезде сындыруға қабілеті жетпеген екен. Ойланып тұрып ақсақал, айналайын балам, мынау ел бірігіп тұрса, 10 саусағымыз бірімен бірі жақын тұрса, бізді ешқандай жау ала алмайды деген екен. Соның арқасында біздің төле бабамыз, біздің ұрпағымызға күні бүгінге дейін есімізде, жүрегімізде келе жатыр. Ал енді Қаздауысты Қазыбегіміз мынау қалмақтың жауының шетіне барған кезде, біз қазақ деген еліміз, қазақ деген мал баққан еліміз, ешкімге тиіспей жай жатқан еліміз, жеріміздің жау баспасын деп найзаға үкі таққан еліміз, ешбір дұшпан басынбаған еліміз, басымыздан сөз асырмаған еліміз, басымыздан сөз асып кетсе, дұшпан түгіл одан зорға бас имеген еліміз деген екен. Бас име еткен Қазыбек одан кейінгі. Ал енді Әйтеке бидің өрлігі мен ерлігі ол ерекше болған екен. Көпшіліктің арасында ең керемет қысқа нұсқа сөзі, қоясығы демегін, тоқтасығы демегін қолыңа жақса саха қой деп Әйтеке бидің өрлігін, ерлігін бір ғана сөзбен жеткізгім келеді. Ал енді жас болса да бас болып жүрген, осындай ғимаратты басқарып жүрген, осы мектеп әкімшілігіне, соның ішіндегі наурыз тойды ұйымдастырып атқан игі жақсыларға, мынандай әппақ қыз ақшағаладай бұл ортамызға шығып, наурыздың тойын бастан аяқ сіздерді көңілдеріңізден шығып, жүректеріңізге үн қатып тұрған осындай әдемі сұлу қызға ду қол шапалақ болса деймін. Ал енді мынау анамызды таныстырып өтсек, бұл анамыздың бойында бар қасиет, қазаққа тән деген қасиеттің бәрі бір бойына жарасқан. Мынау келі қасиетті анасынан қалған мұра. Қанша ғасыр, қанша уақыт болды? Келін ма? Мен өзім ес білгелі, анам айтатын тұғын, осыдан 10 жыл бұрын анам әкеп берді деп айтқан еді.
енді мен қазақшалап айтқанда бұл кісінің өзі 70-ке келді, анасы 20-90, өшім бір ғасырлық тарихы бар келі деп есептейін. Ал енді осы мынау сол бір ғасырлық бұның әжесі құсап қартайып кетіпті. Бұл жерге келгенде немересінің қуанышына Наурыз тойына келіп отыр. Мына жердегі дақылдың бәрі осы келінің ішіне салып түйіледі. Ал енді мынау талқан да осы келінің ішінде түйілген. Біздің қазақтың қасиеттілігі соншалықты. Біз қазақ деген қасиеті мол, қайырымы мол, жүрегі кең, ашық, жарқын еліміз. Жолға шықсақ, бөр азығы менен ер азығы жолда дейміз. Талқаны, жұқпасы, қатық майы, құрты бәрі жүрген кезде жаңаға түйені шөктіріп қойып, үстіне ең үлкеніне бәйбіше отырып, қасына немеремен бесігін алған кезде біздің қазақ көшпелі ел деп қалуы мүмкін. Бірақ біздің киіз үйіміздің құдіреті, оның ішіндегі әрбір уықтың құдіреті, біздің қазақтың жаңағы екі жанындағы қабырға сияқты көтеріп тұрады. Екі қабырға, біздің қабырға адамды да көтеріп тұрады. Сондай киіз үйдің құдіреті күшті деп ойлаймын. Мынау қазақ елі дархан ел, байқаған шығарсыздар, Әл-Фараби 7 тілді меңгерсе, Ақсақ Темір бабамыз 6 құрлыққа белгілі. Сондықтай Ордабасы өңірінде 3 бидің басы қосылып, той жасалды 92 жылы. Сол кезден бері біздің Наурыз тойымыз осындай шашуын шашып, тойын жасап отыр. Шашу! 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 Бүгін біздің ауылда Наурыз тойы ақ мол болсын. Бәле жаланың бәрі жерге енсін. Жамандықтың бәрі кетсін. Алас, алас, алас. Ұрпақтың өмірі тәтті болсын. Ішкен жегендері құрт май, ірімшік болсын. Сондай аналар бізде көбейсін. Жаулығы ағарған әже қолына келі түйіп, шашу шашып, мынандай бүлдіршіндердің келешегі бақытқа жетсін дегім келеді. Керемет 9-шы сынып ата-аналарына қошемет көрсетсек, көп рахмет 9-шы сынып ата-аналары.